Мысал үшін айтайын, мен Сеулде спорт университетте 27 мың студент бар. Соларға сабақ бердім. Содан кейін айырыласың. Міндетті түрде айырыласың. Жоғалтасың. Құндылықтарың барлығын жоғалтасың. Қазақ күресін әлемдік деңгейде танымал еткіміз келсек, оның атын ауыстыру керек дедіңіз. Спортқа саясат араласпасын дегенмен ол бәрібір араласатын сияқты. Олимпиада деген сөз, олимп деген өлім деген сөз, бидің өлімі деген сөз. Бір туған деп айтатын қырғыз бауырларымыз онымен келіскісі жоқ. Ой, жақсы сұрақ қойдың сен. Батырлардың сауытынан, сауытының, қысқа жем сауытының үлгісі. Армысыздар, ұлттық спорт қауымдастығы YouTube арнасының көрермендері. Бүгін бізде сұхбат, студиямызда қонақта Қазақстан Республикасының педагогика ғылымдары бойынша докторы, еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің дене тәрбиесі және спорт кафедрасының профессоры, таныстырып жатуды қажет етпейтін асыл ағамыз Елемес Әлімханұлы. Елемес аға, армысыз, қош келдіңіз. Армысыз. Елемес аға, мынау сіз жуырда Түркияға барып келдіңіз. Анталияда 6-шы этноспорт форумы өтті. Ол жерге әлемнің 60-қа жуық федерациясының өкілдері қатысты. Бұл этноспорттың жалпы туризмге әсері, қалай дамыту жолдары, осы түркі халықтарына ортақ ойындардың ережелерін стандарттау барысы талқыланды. Жалпы осы форум ұлттық ойындарымызды қарыштатуға, алға дамытуға септігін тигізе ала ма? Қалай әсер етуі мүмкін деп ойлайсыз? Бұндай форум дүние жүзінде мен білетін. Осындай үлкен жиналыстардың ішіндегі ең бір сапалы, бағытталған мақсаты бар форум болып саналады. Бұл бірінші емес, 10-шы рет өтіп жатыр. Осының алдында да конференция ретінде, симпозиум ретінде, форум ретінде өтіп жатқан. Мақсат қандай? Бұны мен айтатын себебім, мен осы конфедерацияның ғылыми жұмысының мүшесімін. Бұнда бүкіл түркі халықтарының этно ойындары сол қамтылып келе жатса, енді дүниежүзілік елдердің этно ойындары, этно спорты осы қамтылып келеді. Кейінгі бір екі рет өткен үлкен жиындарда. Мақсат не? Мақсат әрбір ұлттың, елдің ұмытылып кеткен, балаларға үлкен тәрбиелік мәні бар ойындары, спортын қайтадан жаңғырту болса, екінші жағынан соны әлемдік деңгейге қалай көтереміз деген мәселені көтеру болып табылады. Мақсаты үлкен. Егер де мен ғылым түрінде, зерттеуші түрінде айтатын болсам, олимпиадалық ойындар бар ғой өзімізде, 4 жылда бір өтетін. Мазмұны жағынан, адамға керектілігі жағынан, балаға тәрбиелік жағынан, салт дәстүрді сақтау жағынан осы олимпиадалық ойыннан да жоғары. Себебі олимпиадалық ойындар ол спорттың деңгейін, спорттың мүмкіндігін көрсететін нәрсе. Ал мына жиынның мақсаты болашақта барлық халықтардың, дүниежүзіндегі барлық халықтардың солардың ең жақсы деген тәрбиелік мүмкіндігі өте жоғары деген ойындарын әрбір халықтың білуіне, танысуына, үйренуіне ықпал ете отырып, болашақ жастарды, балаларды өзінің табиғи өсуіне көмектесу, тәрбие беру, ұмыттырмау. Мінеки осы жағынан, мен қысқаша айтқанда, осы жағынан өте бір болашағы үлкен деп санаймын. Егер де осы жаңағы бастама түрік халқының ойындар арқылы басталған болатын, қазір дүниежүзілік масштабқа шығып отыр.
жаңа 60 ел дегеннің ішінде көптеген мемлекеттің премьер-министрлерінен бастап министрлер түгелдері қатысып отыр. Солардың қызығушылығы артып, осылай жасай беретін болса, тағы да бір бізге этноспорттың олимпиадалық ойыны дүниеге келетін сияқты көрінеді. Мен осы жағынан үлкен жоғары баға беріп отырған себебім осы. Мынау Біләл Ердоған бастаған сол одақ, жалпы барлық халықтар, оның ішіне мүшелігіне енетін халықтар біздің көкпарды қолдап отыр. Жалпы ортақ ойын деп көкпарды алайық деп отыр. Бірақ біздің бір туған деп айтатын қырғыз бауырларымыз онымен келіскісі жоқ. Олар өздерінің көкбөрі ойындарын ортаға салып, жоқ, біз көкпарларыңды сендер ойнаңдар, біз көкбөрімізбен ойнаймыз деп отыр. Осы ретте өзіңіз қалай ойлайсыз? Олардың олай айтуына қандай негіз бар? Мен енді негіз бар деп айта алмаймын. Себеп бар шығар мүмкін. Себебі көкпар осы екі елде ғана емес, бүкіл түркі халықтарының ішіндегі бар ойын. Және де ол көнеден келе жатқан ойын. Жаңа оның этимологиясы туралы, пайда болуының себептері туралы әңгіме болды жаңа. Оны қозамай қояйық. Қырғыз халқындағы қалыптасқан көкпардың тиімді жақтары менен кемшілік жақтары да бар. Біз оны ережеден көріп отырмыз. Біздің де көкпарда сондай жағдай. Себебі олар ұлттық деңгейде ғана дамып келе жатқан спорт түрі. Ұлттық деңгейде. Республиканың ішінде ғана деп айтайықшы. Енді біз соны халықаралық дәрежеге өткізбекші болып, біз көшпенділер ойынын алып отырмыз. Биыл сонымен өтеді. Жаңағы өзің сұрағыңа байланысты қырғыз ағайындарымыз неге оған қарсы дегені емес, қарсы емес. Біз олардың жақсы жақтарын, көкпардың ішіндегі өзіміздің жақсы жақтарын, басқа елде, Ауғанстаннан бастап түгел Алтай халықтары түгел дерлік Ресейдің ішіндегі түркі халықтарының барлығында бар. Солардың жиынтығын алып, біз жақсы халықаралық ереже бойынша жасайық деп отырмыз. Ол тек қана қазақтың көкпарының көрінісі емес ол. Соған ол кісілер мынаны кіргізсеңдер біз келісеміз, мынаны кіргізбесеңдер біз келіспейміз деген мүмкін көзқарастар болуы ықтимал. Бірақ біздің мақсатымыз болашақта көкпарды халықаралық дәрежеде дәріптеу. Мен ойлаймын, ол кісілер де соны түсінеді, соған келіседі деп ойлаймын. Себебі алдымызда тағы да конференция осы мына көшпенділер ойынның алдында өтеді. Біз сол кезде осы мәселені талқылаймыз, келісеміз. Және де Қазақстан өткізіп отырғандықтан қазақтың көкпарының мүмкіндігі жоғары деп санаймын. Осы келіспеу жоқ бұл жерде. Тек мүмкін түсінбеушілік бар шығар. Жақсы. Негіз жоқ, тек себептер ғана бар деп айтайық. Дей тұрғанмен де мынау көкпар мен көкбөрінің, қырғыз бен қазақ ойынының арасында айырмашылық соншалықты көп емес қой. Мысалы, оларда қазандық тастайды. Бізде кейінгі кезде дұрыс жасап жатыр деп санаймын. Мынандай шеңбердің ішіне әкеліп тастайды. Бұл жерде не нәрсе? Бұл жерде ойынның, көкпар ойынның эстетикалық талғамға, адамға жағымдылығы менен, көзге көрінгенде оның тазалығы менен, орындаған уақытта жаңа көкпар тарту кезіндегі жарақат алмау жағынан көрерменге ол тек қана біздікі емес қой, ол дүниежүзінде таралайын деп тұрған. Шошытып алмау үшін таралу. Шошытпағанда олар да мойындау керек қой, қызығу керек қой. Әрине. Оларға да бір тәрбиелік жағы жақсы болу керек қой. Басқа ел неге қабылдамай жатыр? Біздің жаңағы серкенді қабылдамай жатқан сияқты бір тәртіптері бар қой. Ат пен аттың соғысып қалуы, немесе оны қамшылай беруі. Жай ғана айтқанның өзінде. Ол адам құлап жатқаны, басылып жатқаны деген сияқты одан да көп нәрсе, түзететін нәрсеміз бар. Мысалы, сол жағынан келгенде көкпарды жаңағы халықаралық деңгейге жеткізетін болсақ,
осы жақтарын баса біз халыққа келтіруіміз керек. Гумандылық тұрғысынан. Иә. Сонда ғана мына спорт дамиды. Сонда ғана танылады. Әйтпесе қазіргідей өзіміздің ішімізде бір аймақта ғана қалып қаламыз. Аға, сіз осы қазақ күресінің киімінің авторы өзіңіз, авторысыз. Енді осы қазақша күрестің киімін, үлгісін жасау ойыңызға қайдан келді? Қандай идеялар болды? Ой, жақсы сұрақ қойдың сен. Оның идеясы былай келді. 90-шы жылдың ішінде, мен 96-шы жылы кандидаттық қорғадым. Соғынға дейін 90-шы жылдың басынан бастап Жапониядан 30-дан астам журналистер келді. 30-дан астам Алматыға. Олардың өз елінде бір үлкен бір фестиваль мекен, ұлттық бір дәстүрлерін насихаттау мәселесі мекен, соныменен жүрген адамдар екен. Ол тек қана біздің мемлекетке, республикаға ғана емес, басқа жақтарға да бара жатқан жолында бізге де келді, Алматыға. Содан біздің ұлттық күресімізді көрсетіңдер деп сөйледі. Содан мен онда спорт және туризм академиясында істеймін. Қазір мен Қазақ ұлттық университеті Әл-Фараби атындағы сонда істеймін. Қазіргі жағдайында. Сонымен біз о кезде самбо күресінің, сонан кейін дзюдо күресінің киімімен шығатын қазақ күресіне. Сол екі киім біздің қазақ күресінің киімі болатын. Сол кезде. Сонан кейін бір уақытта цирктің жанына апарып, балуандарымызды күрестіріп, сөйтіп көрсетіп жаттық. Кісілердің бәрі тұр. Аудармашыға байланысты айтты, мыналар қай уақытта бізге қазақтың ұлттық күресін көрсетеді деп сөйлейді. Біз бағанадан бері көрсетіп жатырмыз. Сөйтсе, әгілер айтады, мынау бағанадан бері самбоны көрдік, дзюдоны көрдік. Қазақ күресі қайда? Ой, қазір көрсетеміз қазақ күресін деп. Бұл әні кіріспесі ғой. Жаңағы Әуезов атындағы театр, жолдың ар жағында. Барып екі шапанды сұрап алып келдік та, соны киіндірдік. Міне қазақ күресі осылай болады деп шапанмен, оюлы шапанмен күрестірдік. Әгілер енді соны түсіріп алып кетті. Сол кезде түсіндіңіздер ғой ең маңызды екен. Иә. Сол кезде осы балуанға арнап қазақ халқы киім арнап тіккен бе екен деген ой келді. Содан зерттедік, тарихты зерттедік, үйттік. Қазақ халқы еш уақытта балуанға арнап арнайы киім тікпеген халық. Басқа кейбір халықтарда бар, грузиндерде бар, моңғолдарда бар. Көрдің бе? Қазақтарда болмаған. Ол қалай, мысалы, аттан түсе сапта күресе берген, саптама етігімен де күрескен, аяғын шешіп, белдікті байлай сап, жалаңаш кеудесімен де күресе берген. Кем дегенде 5-6 түрі бар біздің қазақтың күресінің өзінің табиғи күрестерінде. Даже қазіргі біздің еркін күреске ұқсайтын күрес те болған. Қазақтың күресінің түрлерін келетін болсақ. Өзі бірнеше күрес. Содан зерттеу неге әкелді? Дзюдо күресін зерттедім, самбо күресін зерттедім, мына киіммен күресетін. Бұлардың не артықшылығы, не кемшілігі бар. Сөйтсем, дзюдо күресі мен самбо күресінің барлық күрес әдістерінің барлығы жеңнен ұстау арқылы жасалады. 60-70% күрестің екі жеңнен ұстау арқылы жасалады. Уақыттың да көпшілігі барлығы жеңнен ұстау, немесе жеңнен босап кету мәселесіне арналады. Көрдің бе? Содан кейін қазақта сөз бар. Неге білекті сыбанып, балақты түрініп күреске шықты дейді. Балуан шықты дейді. Соны сөйтсем, расында мына батырлардың киімдерін қарасаң, жеңі қысқа. Неге қысқа? Сөйтсек, жауға қолайсыз, өзіне қолайлы. Найзамен іліп кетуге, қолдан ұстап алуға, ат үстінен аударып тастауға, барлығына жеңі бар нәрсе кедергі жасайды.
Содан білекті сыбанаттағы балуанға шыққандар ұстауға қиынсы ғой. Және де қазақ күресінің бір ерекшелігі, онда мына жатып күресу дейміз ғой, партерде күресу жоқ. Түрегеп тұрып күреседі. Яғни екі балуан бір-біріне жақындау керек. Ал егер жеңнен ұстап, сен екі жеңнен, мен сенің екі жеңнен ұстасам, екеуміз 2 метр жерге былай алшақтап кетеміз. Ал ол партерге ыңғайлы. Мына жатып күресуге ыңғайлы. Ал енді бізге ол қажеті жоқ, себебі біз түрегеп тұрып күресеміз. Ең жақындату керек. Қалай жақындату керек? Онда жеңнің қысқа болғаны екі балуанға еріксіз жақындайды. Жеңнен ұстау керек. Белдіктен ұстау керек. Осыны зерттей келіп, есептей келіп, эксперимент жүргізе келіп, қазақ күресіне батырлардың шолақ жең киімінің үлгісі анау тура. Сол кезде жасалды. Сол кезде сол үлгіменен алынды. Батырлардың сауытынан, сауытының, қысқа жең сауытының үлгісі, соның үлгісі. Тек менің мына тізеден төмен қарай шалбарды кигізбегенім, ол дзюдода да бар, көшірме болып кетеді. Сондықтан жаңағы қысқа жең біздің тура қазақ күресінің өзіне ыңғайлы болып шыға келді. Сонда кезіндегі жауға шапқан батырлардың торға отының үлгісі болып тұр ғой. Бәрекелді. Соның үлгісі содан алынды. Себебі ол неге солай жасалды десек, әгідей өзіне қолайлы, жауына қолайсыз. Және де біздің күреске жақындау керек қой бір-біріне. Балуан екеуі жақындау керек. Аға, сіз осы қазақтың ұлттық ойындарының, көшпенділердің жалпы ұлттық ойындарының 300-ден астам түрі, нақтырақ айтсақ 315 түрі бар деп айтып жүрсіз ғой. Біз білетін енді бәйге, аударыспақ, көкпар, жамбату, теңгелу, қызғу деген сияқтылар саусақпен санап шығуға болады 15-20-сын. Біз білмейтін, естімеген қандай түрлері бар? Ой, 327, 15 емес, ана кітапта 327 түрі тұр. Оның аттары емес, оның бағыттары бізге маңызды. Мысалы, атты қолдану арқылы, мал жануарларды, құстарды қолдану арқылы, ойындар. Жаңа бүркітшілік, анау-мынаудың барлығы соның ішіне келеді. Сонан кейін ойыншықтармен ойнау, балаларға байланысты. Сонан кейін тілменен, дыбыспенен, қимылменен, әрекетпенен деген өздерінің несі бар. Ойындардың өзінің бағыты бар. Мысалы, біреу жүгіру болса, біреу секіруге пайдалы, біреу домалауға пайдалы. Мінекей осындай оны классификация дейді, мысалы. Жүйелеу, топтау деп аталады. Мінекей осының ретіменен барып, сен жаңағы ойындардың аттарында, ол қысқы ойындар, жазғы ойындар, үйде ойнайтын, сыртта ойнайтын, далада ойнайтын, ат үстінде ойнайтын, мерекелік ойындар деген сияқты өздерінің топтарына бөлініп кетеді. Сондықтан ол аты өте көп. Енді оның ішіндегі бір мәселе, ол 327 деген, ол халықтың арасында танылған, зерттелген, белгілі, мысалы, көпшілігі білмейтін, мысалы, 5 тас ойыны бар. Оның мен іздеп жүргенде, сөйтсем 9 тас деген түрі бар екен. 5 тастың 9 тас. Дәл 5 тас сияқты бірақ. Тура 5 тас сияқты, бірақ 9 таспен ойналады. Ол ана біреуін лақтырқап, екіншісін қағып алатын ба? 5 тас деген ол бір керемет ойынның түрі. Мысалы үшін айтайын, мен Сеулде спорт университетінде 27 000 студент бар. Соларға сабақ бердім. Ұлттық ойындарын, осы қазақтың ұлттық ойындарын. Сеулде? Сеулде, Кореяда. Сонда бір күнде сабаққа 2000, кей уақыттарда 3000 студент аудиторияда отырады. Сонда бір күні жаңағы 5 тастың тақырыбы болған уақытта айттым балаларға, мынандай ойын бар қазақта, оның пайдасы мынандай, себебі Корея халқының көпшілігі, тіпті 80-90% мына көзілдірік киеді. Студенттер де сондай енді көп. Мен айттым, мына 5 тасты ойнаған адамның көзінің жанары сақталады.
оны дамытуға үлкен пайдасы бар. Иә, ол себебі жоғары көтереді, төмен түседі, тасты қабылдайды, ұстайды, ептілігі бар. Соның барлығын таратып айтып бердім. Бір мысал үшін айтайын, асық атуда 50-ден астам қозғалыстың түрі бар асықта. Иә, ол сенің тепе-теңдігін сақтау, көздеу, екі аяқпен тұру барлығы түгел дерлік 50-ден астам қимыл қозғалысты сен асықтан ала аласың. Сені құлата алмайды, егерде сені итеріп қалса біреу. Себебі сен асықта әбден қалыптасқансың, бала кезіңнен бастап. Мінекей ойынның кереметтігі сол. Ойынның керемет. Жаңағы бес-тас айтайын. Ертеңінде жаңағы 2000 баланың 1000-ы тас алып кетті, бес-тасты. 1000-ы екеуден ойнайды ғой, екеу. Соны әгілерді отырғызып, көрсетіп, бүйтіп, жаңағы тастың ұшқандағы көзге жанарға әсері расында керемет. Біз оны ішкі дүниесін білмейміз. Біз оны тек бір не үшін уақыт өткізу үшін, сол сияқты ғана білеміз. Неге бұны ұмыттық? Біз мың тірілген дейміз ғой қазақ. Расында сондай халықпыз. Ашаршылықта болды, соғыста болды. Қойшы енді не болмады дейсің. Сол кезде біздің ойындарымыздың барлығы жоғалды. Жаңағы 300 деген ол аз, тағы да 300 жоғалып кетті. Аты бар, бірақ көбінің мазмұны жоқ. Себебі сол кезде жоғалтылған. 60-шы жылдары, 50-ші жылдан кейін 60-шы жылдары мына сұргез ғой, мектептегі бағдарламадан ұлттық ойындар алынып тасталды. Соның несіне біз ұлттық ойынның не екендігін білмей өстік. Әйді 9 құмалақ қалып қалды, осы көкпар елдің ішінде бүркітшілік кішкене сақталды, болды. Басқа ештеңе қалған жоқ. Күресіміз қалды. Мектеп бағдарламасынан Кеңес одағы кезінде алынып тастағаннан кейін? Одан да бұрында 16 жылдан кейінгі, мысалы, бірінші Спартакиада 28 жылы Петропавловскте өтті. Сол кезде ғана күрес пайда болды. Онан кейінгі мектеп бағдарламасында бағдарламаны алынып тастады. Ойындар, ұлттық ойындар. Енді СССР-дің дүркіреп тұрған кезі ғой. Онда подвижный игры деген ғана қалды. Мінекей осындай нәрселер балаға сіңдір алмай, атаны оны біле алмай, сөйтіп өскендіктен өшіп қалды. Ол аз 300 деген. Мінекей осындай кедергілерін өтіп барып, енді келіп біз расында ойындарды арқылы оның тәрбиелік мәні де бар екен, оның білімге беретін нәрсесі де бар екен, оның эстетикалық талғамға да нетесін, тілді байытуға да барлығына пайдасы бар екендігін енді сезейік деп отырмыз, әлі сезгенімізде жоқ қой дейміз. Бірақ сіздер сияқты мысалы тарату, насихаттау, көрсету, мына қате жерін түзету, жаңа ережені айтып отырмыз ғой мысалы. Сол сияқты нәрселер арқылы халық білетін шығар. Болашақта енді қазір өзіміз қозымызға қолымыз тиіп келе жатқан жағдайды жаңағы Түркияның көтеріп отырған мәселесін айттым. Соған байланысты біз енді осы құндылығымызды қайтаратын шығарымыз деп ойлаймын. Сенем соған. Амин, солай болсын лайым. Сіз бір сөзіңізде қазақ күресін әлемдік деңгейде танымал еткіміз келсек, оның атын ауыстыру керек дедіңіз. Бірақ белгілі бір ұлттың атымен аталатын да спорттық түрлер бар ғой. Мысалы, америкалық футбол дейміз, грек-рим күресі дейміз кезінде классикалық күресті. Осы тұста қалай болмақ ол? Бәлкім халыққа, әлемге керісінше қазақ күресті танылғаны бренд болар ма еді? Әрине. Ол неге айтылды дейсің? Ол мына Қазақстан барысы кезінде мен осы ғылыми бөлімінде жұмыс жасадым. Қазақстан барысын дамыту кезінде. Сол кезде мына халықаралық дәрежедегі мына қазақ күресінің дамуына шетелдік стандарт деп айтайықшы енді, требование дейді мысалы.
солар сондай бір мәселені көтерді. Иә, татар күресі, қазақ күресі, ұйғыр күресі, мысалы өзбек күресі, анау мынау деген, ол мына ішкі өзіңізді этно спорттың түрі белгілейді. Біз ортақ солардың барлығын жаңағы белбеу күрес деп атайды ғой, мысалы қазір. Ана оның ішіне татар да кіреді, өзбек те кіреді, қазақ та кіреді, бәрі белбеу күрес деп аталады. Сол сияқты ортақ нәрсені шығару үшін сол кездегі нәрсе болатын. Онда күрес деп атайық деп сөйледім. Күрес деп атайық. Ол қазақ күресі ма, өзбек күресі ма, мысалы қырғыз күресі ма, барлығын ортақ күрес деп атайық. Бірақ оған біздің дұрыс болды, өзіміздің көзқарасымыз оған бармадық. Себебі қазақ күресі деген атты сақтағымыз келді. Қай дәрежеде болса да біз қазақ күресін сақтап қалуымыз, атын сақтап қалуымыз керек. Одан кейін оның ережесін, тәртібін барлығын реттей береміз ғой деген, өзіміздің бағытымызды сақтап қалайық деген сондай шешімге келдік те, біз оны ары қарай қозғамадық. Сондықтан жаңағы ұйымға кірмегеніміз де сол. Қазақ күресі. Бұйырса, биыл мойнымызда көшпенділер ойыны тұр. Оны абыроймен салтанатты түрде атқарып өту міндет, парыз. Осы көшпенділер ойына бірнеше елден қатысушылар келеді деген сияқты. Көп елден келеді дейді. Өзіміз үшін, түркі тілдес елдер үшін бұл екінші олимпиада десек те артық айтқанымыз емес. Дұрыс. Енді қай спорт түрінен бізде үміт басым? Ұйымдастырушы ел үшін ол бәрі басым. Ұйымдастырып отырып, мен өткізем, мен осындай өзім елімнің мүмкіндігін көрсетемін, халыққа таратамын, танытамын, насихаттаймын деген ел үшін, мысалы біз қазақтар, мысалы 20 түрі өтеді дейді ғой, мысалы. Тіпті 20-сына да басым болсақ артық болмайды. Бірақ оған спорттық жаңағы талас деген нәрсе бар. Соған келгенде қай жердің көрініс табамыз, мен білмеймін. Бірақ айту, дайындығымыз әзірге бағыты жаман емес сияқты. Себебі мына ғылымды қосып жатыр. Зерттеу жұмыстарын ақтарып жатырмыз. Содан кейін әрбір сол спорттың басында, қасында жүрген жаттықтырушылар, жаңа көкпарды да талқыладық мысалы. Соның ішіндегі атты дайындаушылар, адамды дайындаушылар, оларды жаңағыдай жабдықтаушылар, тамақтандырушылар, солардың барлығы бастары енді қосылып жатыр. Сондан ойлаймын, мен енді болашақта бір жақсы нәтижеге жететін шығармыз деп. Көптеген айттым ғой, көптеген кемшілігіміз де бар, жетіспей жатқандығы, байқамай жатқандығы, әдейі көрмей жүрген жағдайларымыз, әсіресе мына көкпардың басқасында мысалы. Сондай нәрселер түсінбей жатқан, білмей жатқан жақтарымыз бар. Өз арамызда анықталмаған нәрсе көп дейсіз ғой әлі? Анықталмағанда бар ғой ол. Мысалы, жаңағы аттың менен адамның арасындағы байланыс, дөрекілік, қатыгездік, жаңағыдай бір көрерменге жағымсыз жақтары, құлау, жарақаттану деген сияқты нәрселердің барлығы біз үшін ұтымды нәрсе емес ол. Біз үшін кері кетіретін нәрсе. Біз табиғатпенен адамның арасындағы байланысты үзіп жатырмыз мысалы. Ол бір жаңағыдай ұтыс алу, бірдеңені ұтып алу, соған қарай кішкене қызығып кеттік. Атағымыз ауылымыздан шықпай қалады егер үйтетін болсақ. Әлемге таныта алмаймыз. Таныта алмаймыз. Еш уақытта таныта алмаймыз. Сол жағдайда қаламыз, тіпті нашарлаймыз. Жаман жаққа қарай кетеміз. Анау сіздің біз жылқыны жеті қазынаның бірі емес, жай ғана мал ретінде ғана көреміз деген сөзіңіз соған байланысты ма, жоқ әлде ол басқа ой ма? Енді қазіргі жағдай соған жақындайды. Мен ауылдарға барып көп жүрем ғой, енді көрем. Сол кезде кездесулерде де айтам, мына
мына ұлттық университетте сабақта беремін докторанттарға да, магистранттарға да. Сол кезде айтамын, сендер бір ауылдаға барғанда бір атын жуып, тайын сипап, тарап жүрген адамды көрдіңдер ме дейді. Жоқ, көре алмаймын. Бәрінде бір-бір ат. Бәрінде бір-бір құлын ана балаларды мініп жүрген. Соны тарап, сипап, жуындырып жатқан біреуін көргім жоқ. Мүмкін мен қателесетін шығармын. Бар шығар. Автокөлігіне мән бергендей назар салмайды. Жоқ. Мінекей, осыдан басталады. Қорасына барсаң, тесік. Шөбіне көрсең, сол өзің білесің енді. Тазалығына қарасаң да сол. Біз егерде атты сыйлайтын болсақ, жаңағыдай бір оны бір жейтін ет ретінде ғана қолданбайтын болсақ, сен оны көтер. Анау арабтардан үйрен. Түркмендерден үйрен. Қалай сылап сипат. Сонда ғана сен өзің үйренесің ол. Жылқы саған рахметіне ризашылығын басқа жылқы малындай сезімтал мал жоқ. Қарағандыда шахтерлер кезінде тек қана жылқымен шығарған ана көмірді далаға. Сонда әрбір бригадаға бір 15-20 жылқыдан береді. Сол жылқы сол жерде өледі, ана астында қалып. Себебі ол шаршайды, қараңғы жерде тұрады. Сол кезде дөрекі ана қазақтар емес, тарихта жазылған ол. Басқа ұлттың адамдары әгі жылқыны басқа көздемей сабайды, ұрады. Сонда ана қазақтарға келіп басын салып иығына жылаған жылқылар туралы айтады. Жылайды кәдімгі жылқы, өзің көрсең, расында жылайды. Сезімталдығы сондай. Біз соның барлығын ұмыттық, барлығынан айырылып қалдық. Ал енді. Осы мен айтқаным соған байланысты. Сонда жаңағы жылқыға енді ол жесең азық, мінсең көлік екені түсінікті. Ол солай болған болады. Бірақ ол кірпияздықтан, оған мән беруден, оны құрмет көрсетіп, сыйлай білуден қалай айырылып қалдық? Айттым ғой, қазақ мың тірілген халық. Анау ашаршылықтан бастап, соғыстан бастап, анау қырылудан бастап, алаш кезіндегі, одан да алдыңғы, одан да кейінгі жағдайлардың барлығы жаңағыдай сенің ойыңды үзіп тастады. Содан кейін айырыласың. Міндетті түрде айырыласың. Жоғалтасың. Құндылықтардың барлығын жоғалтасың. Соның бір өкіліміз бәрімізде. Әйтеу бір жақсы тарихымызды ұмытпай, шежіремізді ұмытпай, жеті атамызды ұмытпай, сөйтіп сақталып келе жатқан халықпыз біз. Әлі көп жұмыс жасау керек бізге. Біздің қазіргі үлкен нәрсені аударып тастаймыз деген керемет бір өзімізше бір армандарымыз бар. Ол армандар кішкентайдан тұрады. Алдымен жаңағы өзіміздің жоғалтқан кішкентай нәрселерімізді, мінезімізді, тәртібімізді, ұғымымызды, солар арқылы ақырындап жинақтап болмаса, үлкен нәрсені еш уақытта біз аударып тастай алмаймыз. Менің ойым солай. Дұрыс айтасыз, анау қазақ пен ноғай өте ұқсас халық қой. Ноғайлардың ішінде қыпшақтар көп. Ноғайлар да біз сияқты тілдері, мынау қазақ-қырғыз бір туған дейміз, бірақ мынау ноғай халқы бізге өте жақын. Қырғыздан да, өзбектен де, тіл жағынан да, түр жағынан да. Бірақ қазір қарап отырсақ, ішінде домбыраны тарта білетіндері өте ілуде біреу ғана. Лезгинка билеп жүр. Киімдері ұлттық киіміміз деп Кавказдың ұлттық киімдері сияқты киініп жүр. Бізде солай болып кетуге шақ қалған сияқтымыз ғой. Сіздің айтпағыңыз сол ғой, кезінде егер тәуелсіздік алмай, мән бере бастамасақ, сол 90-ның басында сіздер сияқты амбициясы бар адамдар жаңағы ұлттық киімдердің киімін жасамаса, оны дауламаса, қазбаламаса, зерттемесе, солай болар ма едік бізде, Сен де олардан алшақ кетіп қалған жоқсың қазір. Солардың айырмашылығы аз. Қазір анау дінге кірген жас балаларды, қыз балаларды көрсең, қара жамылып отырған.
ол содан еме кем ғой дейсің ба? Иә. Өзіңнің ұлттық жаңағы дәстүріңді, киіміңді қадірлеп, қастерлей алмай отырғаныңды мойындау керек оны. Әрине. Иә, мойындау керек. Иә. Ал енді сен ана ноғай халқын мысалға келтіресің, оларда этностар емес, көптеген этностар жоғалып кеткен Ресейде. Білесің. Әрине. Ол тілі де жоқ, өздері де жоқ. Түрлерінің бәрі түркі. Енді ол жалпы бағыт қой енді, түркі халқы. Мэри ел, Удмурт, анау кезіндегі қаратса қазір атауда аталмайтын елдер бар тіпті. Түгел, иә. Қарашайларда мысалы барлығы түгел. Ол не деп айтайын, енді ол біз саясатты бұл жерде көтермей қояйық, бірақ саясаттың зардабы. Қазақ өзін өзі тани білу керек. Сонда ғана кім екендігін әлі білмейміз біз. Өзіміздің кім екендігін. Қазақпыз деп атаймыз ғой біз. Бірақ сен жаңағы қазақтың салтын, дәстүрін, ойынын, тілін білем деп айтасың ба? Айта алмайсың. Қазір көрініс солай. Қазіргі факт сондай. Егер де біз осыны ақырындап 30 жылдан бері дұрыстай алмай келе жатырмыз. Енді қалпына келтірсек деген үміт бар. Соны біз қалпына келтірсек қана жаңағы өзіміздің ұлт екендігімізді сақтап қала аламыз. Ұлтын жоғалтқан, тілін жоғалтқан ұлт, ол ұлт болмайды, ертең ақ болмайды. Өзі аз халықпыз. Қайсымыз бір-бірімізді танып отырмыз. Бір көкпардың басында, бір бәйгенің басында бір-бірімізді түсінбейміз. Бір мал жануарды керемет малшымыз, біз керемет көшпенділеріміз деп мақтанамыз. Қайсын сақтап отырсың? Осылай көзқараспен осылай қарау керек кішкене. Біз анау аспандап кеттік, анау айға шығып кеттік, космосқа кетіп қалдық. Жерге түсу керек. Көрдің бе? Ол жаңағы керемет сырттан көрген, телевизордан көрген, мына интернеттен көргеннің барлығы керемет екен деп біз қабылдаймыз. Жастар қабылдап жатыр. Сол үлкен қателік. Дұрысы қайсысы, қатесі қайсысы, жақсысы, жаманы қайсысы айырып біліп болмайсың, оның барлығын сіңіре береді. Жастар ғой. Оларда ешқандай өткен кеткен деген жоқ оларда. Оларда тек таза қабылдау ғана бар қазір. Мына жастарда, балаларда тек қабылдау ғана бар. Ол әлі беретін уақытқа келген жоқ ол. Ал беретін уақыт сен, мен мысалы ақыл тоқтатқан, білімі алған, соның өзінде көп нәрсені қателесіп жатырмыз. Ал балаларға жаңа ойындардың өзінде, ішкі дүниесінде қаншама тамаша нәрсе жатыр. Соны біз бере алмай жатырмыз. Жай ғана. Егер де соны дұрыстап алмасақ, жағдайымыз жақсы емес. Жаңа өзің қойған сұрақ бола береді. Мынау жазғы Олимпиада ойындарының ішінде неше түрлі спорт түрлері бар. Алынып тасталғандары, кейіннен қосылғандары бар соңғы уақыттарда. Тіпті біз спорт десе, физикалық тұрғыда адамға қимылдауға себеп болатын ойындарды айтамыз ғой. Ал мысалға керлинг деген ойын бар. Жаңа бір тасты мұзға тайғанатып жіберіп, жолын тазалап отыру, еден жуған сияқты. Бірақ сондай ойын түрлерін енгізе тұрып, кейбір елдер оларға қарсы сөз айтып, өздерінің нағыз спорт түрлерін енгізе алмай кеткен кездер. Мысалға Ресей самбосын әлі кіргізе алмай келе жатыр. Спортқа саясат араласпасын дегенмен ол бәрібір араласатын сияқты. Саясат спортқа. Ал енді біз жалпы қазақ демей қояйық. Жалпы осы түркі тілдес халықтарға ортақ, көшпенділерге ортақ ұлттық ойындардың ішінде қайсының потенциалы бар осы олимпиадалық ойындарға енгізуге болады дейтіндей? Жалпы бір мысалды айта кетейін.
Олжас Сүлейменов ағамыз осы олимпиада деген сөздің түп төркінін этимологиясын Түрки до истории деген кітабында жазған. Олимпиада деген сөз, олимп деген өлім деген сөз. Олимп, өлім. Пи деген сөз би. Бидің өлімі деген сөз. Деп шығарған. Жазған. Жаңа кітабынан оқысаң болады. Сонда қазіргі біздің олимпиадалық ойындар деп жүргеннің шығу тегі, жаңағы басқарушы патша бидің өлімі өледі ғой. Соның орнына басқа адамды тағайындау үшін жасалған сынақ түрі, ойын түрі. Онда сен жүгіресің де, көтересің де, ораторский мүмкіндігіңді де көрсетесің. Ол искусство. Соған бүкіл мына о кезде Европа, Азия деген ұғым жоқ. Кім мықтылығын көрсетсе, сол сайланатын демократиялық жол болған. Ол зерттелген нәрсе. Бірақ оны көбі мойындағысы келмейді, Олимпийский комитеттің мойындағысы келмейді. Ресейге де мен доклад жазғанда солай деп айтқан. Бірақ ол түпкі ұғым солай. Сонда жаңағы сынаққа қатысқан түркі елдерінің егерде адамы жеңіп шықса, сол елдің басқарушысы болады. Оған жеңген адамның белгісі ретінде оның қолына шоқпар берген. Ал енді анау европалықтар жеңсе, жаңа гректер сияқты, солар басына венок. Лавр жапырақ. Лавр жапырағынан венок берген. Содан қалған нәрсе. Сен көне суреттерді қарасаң, патшалардың кейбіреуінің көп шоқпар ұстап отыр. Олар түркі халықтарының өкілдері. Сол кезде патша болған. Бұның олимпиаданың түпкі несі дегенім ғой, жаңағы тарихының шығу тегі. Ол солай болған. Қазақстан жерінде де, мысалы ол кезде деп Қазақстан деген аты болмай, Қазақ деген аты болмаған шығар. Сондай жаңағы бір елдің басшысы, патшасы, биі өлсе, екеумізді қоймайды, кім мықты соны қояды. Сол үшін жаңа атқа шапқанда, жаңағы жүгірткенде, соны сөйткен нәрсенің барлығы солай болған нәрсе. Ал енді жаңағы сенің осыны қай спортымыз олимпиадаға баяғы кіруге мүмкіндігі бар дейсің. Мен қазір көріп отырған жоқпын, сол олимпиадаға кіретіндей мүмкіндігі бар спорт түрін. Себебі оған жету үшін сапалық деген нәрсе бар, талғам деген нәрсе бар. Оның пайдалы жақтары деген нәрсе бар. Олимпиадалық спорттың барлығы коммерция, өзің білесің. Әрине. Оның ішінде саясат та бар. Сен де оны білесің. Ол саясат жоқ деп айтуға болмайды. Ол тек айтылады солай деп. Бірақ саясат шешеді. Әлбетте. Жаңағы самбо күресі кірмей қалды деп мысал айттың. Кірмей қалған себебі самбо күресінің 12 салмағы болатын болса, сол Жапонияда ғой деймін, чемпионат мира болғанда, сол олимпиадаға кірердің алдында, кіргіземіз деген уақыттың алдында, 12 салмақтан СССР бірінші орын алған. Ол қай елге қажет, сен оны жеңе алмайтын спорт түрін кіргізіп. Міне осындай да қателік болады. Ол кем дегенде бір 5-ін, 7-8-ін, 10 жеңіліп жатса, басқа елден, онда конкуренция болады. Қай елді, мысалы, самбодан қай ел ұтып көріп еді СССРді? Ешкім ұтып көрген жоқ. Әрине. Бір-екеу мүмкін арасында болды. И то мына 15 республиканың өкілдері алады. Осындай да тактика дейді ғой, мысалы, стратегия жағдайлар болады. Қазіргі біздің мына ұлттық ойындардың ішінен этноспорт дейміз ғой, соның ішінен мен көріп отырған жоқпын. Сондай дәрежеге дейін жетіп ап, самбо сияқты
енді кірейін деп отырған бірде-бір спортты көрген жоқпын. Ал енді мүмкіндігіміз бар. Дәп сол олимпиада сияқты қазір мына этноспорттан олимпиаданы жеке жасауға мүмкіндігің бар. Себебі қанша ел олимпиадаға қатыса алмайды. Анандай спорттық жетістіктерге жете алмайды. Себебі ол жерде ғылым керемет дамып кетті. Теория керемет дамып кетті. Медицина керемет дамып кетті. Оны сен үш уақытта қуып жете алмайсың қазір. Тек содан үйренесің мүмкін. Сондықтан қазір сен этноспортыңнан, ұлттардың арасындағы спорттар бар ғой, содан олимпиада жаса. Ол мүмкіндігі керемет ашылайын деп тұр. Егер де осы жолменен жақсы дұрыс жолға қоя алса. Себебі бұл әрбір халықтың, ұлттың ойыны. Ол дайын тұрған нәрсе. Тек дамыту ғана керек. Ол саған да керек, маған да керек, бүкіл мемлекеттерге де керек. Себебі ол бар нәрсе, ол елдің арасындағы бар нәрсе. Ал олимпиадаға бару үшін сені лицензияның қаншама өтуің керек. Дайындығың қаншама 20 жыл кем дегенде. Одан барып сен олимпиадаға қатысуың керек. Одан алуың керек. Ол коммерция, ақша ғой сенің. Не то, авторитеттің сенің оларға күн көрсің әрбірден кейін. Аға, қазір сіз енді мынау Қазақ ұлттық университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде профессорсыз, дене тәрбиесі және спорт бойынша. Енді сол қара шаңырақ басшылығы жалпы дене тәрбиесіне, этноспортқа мән беріп жатыр ма? Өте бір маңызды сұрақ қойып отырсың. Қазір 23 мыңнан астам студент оқиды ұлттық университетте, Әл-Фараби атындағы. 60-тан астам мамандықтар бар. Әр жерден, елден келген, шет елден келген студенттер көп. Жаңағы этноспорттың, ұлттық спорттың деген нәрсесі, солардың өкілдері бар бізде. Енді қара, университеттің ұжымы білім беру, соның кейін тәрбие беру деген екі бағытта стратегиялық жұмыс жасайды. Білімді сапалы беру, жақсы болашақта ұл мен қызымыз, жастарымыз оқып жатқан болашақта осы елдің тірегі болатындай азамат болып шығу. Соның ішінде дене тәрбиесі және спорт деп отырмыз ғой, қазіргі этноспортты қосып отырмыз. Соның ішіндегі бір жақсы әсер беретін, бір жақсы бір тәрбиенің адамның денсаулығы дейміз, мынау жақсы өмір сүруге деген ұмтылысын қалыптастыратын осы дене тәрбиесі. Оны айтайын деп отырғаным, жағдай жақсы жасалған ұлттық университетте. Оның әрбір факультетінің басшылары, кафедраның басшылары да бар, барлығы түгелі дерлік жыл сайынғы бізде әрбір каникулдар болады ғой, үзілістер. Сол кезде өзара жарыстарымызды ұйымдастырып өткізіп сөйтіп жатамыз. Тек жетіспейтін жағы, мен болашақта ойлаймын, біздің басшылар да, ректорден бастап, Жансейіт Қансейітұлы да осыған көңіл бөлетін шығар. Мына ұлттық ойындардың, ол тек қана қазақтың ұлттық ойыны емес. Ол сол жерде оқитын студент балалардың да ұлттары бар ғой, анау Индиядан да келіп жатыр, мысалы. Соларды басын қосырып, солардың ұлттық ойындары арқылы, солардың тәрбиесі, мәдениеті, тамағы, киімі, солардың барлығын насихаттайтын мүмкіндігіміз бар. Егер де осыны жолға қойып алсақ, біздің университетте тағы да бір керемет жақсы бір бағыт, жақсы бір тәрбиелік бағыт ашылады, іске асырылады деп ойлаймын. Осыны айтайын деп едім. Университет басшылығы ескереді деп ойлаймыз. Айтқаның келсін. Студиямызға келіп, мазмұнды сұхбат бергеніңізге, алтын уақытыңызды қиып келгеніңізге көп-көп рахмет сізге. Рахмет, өзіңе де рахмет. Ұлттық спорт қауымдастығы YouTube арнасына жазылыңыздар, қазақша контентті қолдаңыздар, пікір қалдырыңыздар, бізбен бірге болыңыздар.